достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз 4-ке көбейту кестесі. Математикадан 2-ші сынып. Біз бүгін 4-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боламыз. Сурет және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін табамыз. Олай болса, кеттік. 4-ті көбейтеміз 0-ге. Тең болады 0 екен. 4-ті көбейтеміз 1-ге. Тең болады 4 екен. 4-ті көбейтеміз 2-ге. Яғни 4-ті өзіне өзін 2 рет қосады екенбіз. Тең болады 8 екен. 4-ті көбейтеміз 3-ге. Яғни 4-ті өзіне өзін 3 рет қосады екенбіз. Тең болады 12 екен. 4-ті көбейтеміз 4-ге. Яғни 4-ті өзіне өзін 4 рет қосады екенбіз. Тең болады 16 екен. 4-ті көбейтеміз 5-ге. Яғни 4-ті өзіне өзін 5 рет қосады екенбіз. Тең болады 20 екен. Келесі есебімізге көшейік. 4-ті көбейтеміз 6-ға. Яғни 4-ті өзіне өзін 6 рет қосады екенбіз. Тең болады 24 екен. 4-ті көбейтеміз 7-ге. Яғни 4-ті өзіне өзін 7 рет қосады екенбіз. Сонда бізде 28 болды. 4-ті көбейтеміз 8-ге. Яғни 4-ті өзіне өзін 8 рет қосады екенбіз. Тең болады 32 екен. 4-ті көбейтеміз 9-ға. Яғни 4-ті өзіне өзін 9 рет қосады екенбіз. Тең болады 36 екен. 4-ті көбейтеміз 10-ға. Яғни 4-ті өзіне өзін 10 рет қосады екенбіз. Тең болады 40 екен. 4-ті көбейтеміз 6-ға. 6-ны көбейтеміз 4-ге. Тең болады 24 екен. Көбейтінділердің орны ауысқанмен мәні ауыспайды екен. Көбейту бойынша ауысымдылық қасиетін қолданамыз. Кім жылдам? Өрнектің мәнін табып, көбейту ретімен қойып мақалды оқимыз. Оның мағынасын қалай түсінеміз? Бірінші көбейтуде, яғни 3-ті көбейтеміз 4-ге. Тең болады 12 екен. Екінші бөлу болады екен. 36-ны бөлеміз 4-ге. Тең болады 9 екен. 8-ді бөлеміз 4-ге. Тең болады 2 екен. Сонда бізде мақалымыз халықтың күші бірлікте екен. 5-ті көбейтеміз. 8-ші мысалды шығарайық. Ойерде өрнектің мәнін тап. 5-ті көбейтеміз 4-ге. Тең болады 20 екен. 4-ті көбейтеміз 5-ге. Тең болады 20 екен. 200-ді көбейтеміз 4-ге. Тең болады 800 екен. 4-ті көбейтеміз 200-ге. Тең болады 800 екен. 28-ді бөлеміз 4-ге. Тең болады 7 екен. 28-ді бөлеміз 7-ге. Тең болады 4 екен. 32-ні бөлеміз 4-ге. Тең болады 8 екен. 32-ні бөлеміз 8-ге. Тең болады 4 екен. 8-ді көбейтеміз 4-ге. Тең болады 32 екен. 4-ті көбейтеміз 8-ге. Тең болады 32 екен.
бөлуде өзара керамалдарды қолданамыз. Көбейтуде ауысымды қасиеттерін қолданамыз екенбіз. 9 центнерді аламыз 100 килограммға. 9 центнерді жүздіктер қатарына айналдырамыз. Сонда бізде 9 центнерді килограммға айналдырып аламыз. 1 центнерде 100 килограмм бар екен. Сонда бізде 9 центнерде 900 килограмм бар екен. 900 килограммды көбейтеміз 4-ге. Тең болады 3600 центнер екен. Сонда біз жүздіктерді қысқартамыз. Сонда бізде 900 дегеніміз 9 болады екен. 3600 дегеніміз 36 болады екен. 20-ны бөлеміз 4-ге, тең болады 5 екен. 20-ны бөлеміз 5-ге, тең болады 4 екен. 36 дециметрді сантиметрге айналдырып аламыз. Сонда бізде 360 сантиметр болды. 360 сантиметрді 4-ге бөлсек 90 болады екен. 360 сантиметрді 90-ға бөлсек 4 болады екен, достар. Бөлу дегеніміз өзара керамалдар екен. Сау болыңыздар, достар.